Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 93 сабақты көріп шығатын боламыз. Бүгінгі тақырып аспан әлемін зерттеу. Аспан әлемін зерттеу. Бүгінгі сабақта ғарыш туралы жаңа сөздер білесің. Теңеу сөздерді табасың. Өз бетіңше ғарышқа қатысты сөздер жинақтайсың, түсіндіресің. Бірінші тапсырма: телескоп деген сөзді естіп пе едің? Телескоп. Астрономдар аспан денелерін зерттеу үшін әртүрлі телескоптарды пайдаланды. Мұның себептері де көп. Мысалы, күнді жақсы зерттейтін телескоп қашық галактикаларды зерттеуге қолайсыз болуы мүмкін. Әдетте астрономдар нысанның түр-тұрпатын тура білу үшін екі түрлі телескоп деректерін қолданады. Сондықтан да осындай екі түрлі телескоп астрономдарға ыңғайлы болу үшін бір жерге орнатылады. Бірнеше телескоп орналасатын ғимараттар обсерватория деп аталады. Ғалам энциклопедиясынан. Балалар, астроном бұл астрономия ғылымның маманы. Екінші тапсырма: түсініп оқы. Киіз үй мен обсерватория. Киіз үй жұлдызды түнгі жайлауда обсерваториядай. Болады теңеу ойлауға, кәдімгі боз үй ұядай. Түңліктен көкке қарасаң, жарқырап жұлдыз тұрады ай. Мұзафар Әлімбай. Үшінші тапсырма: өлеңде ақын киіз үйді неге ұқсатады? Теңеу сөздерді тап деді балалар. Ақын бұл жерде өлеңді киіз үйді обсерваторияға ұқсатады. Теңеу сөздерді тап дейді. Киіз үй жұлдызды түнгі жайлауда обсерваториядай. Балалар, келесі төртінші тапсырма: өлеңді пайдаланып суреттерді салыстыра сипаттап айт дейді балалар. Өлеңде не деп айтылған? Киіз үй түнгі жайлауда обсерваториядай. Болады теңеу ойлауға, кәдімгі боз үй ұядай. Түңліктен көкке қарасаң, жарқырап жұлдыз тұрадай дейді. Балалар, түнгі жайлауда киіз үйді обсерваторияға теңеуге болады екен. Ол түңліктен, яғни телескоппен қарасаң, бұл жерде жарқырап жұлдыз тұрады ай дейді. Балалар, соңғы 5-ші тапсырма: ғарышқа қатысты сөздерден өзің анықтамалық жаса. 4-5 сөз дейді. Ғарыш дегеніміз космос деген мағынаны береді екен балалар. Өткен тақырыпта біз ғарыш туралы үйренген едік. Ғарышта аспан денесін зерттейді. Ең алғашқы ғарышкер Тоқтар Әубәкіров. Ғарышта дыбыс жоқ. Осы сөздерді балалар жазып алсаңдар болады. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.